Ассалаумағалейкум, құрметті Instagram пайдаланушылары. Мен бүгін сіздерге декрет демалысымдағы бір күнімді көрсетіп беруді мақсат еттім. Демек, мен бүгінгі күнімді азанғы шайымды ішіп болғаннан соң Фирдавсты атасына беріп, кухняда жиналып қалған посудаларымды жуудан басладым. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде мен посудаларымды нашелеп жуып жатырмын. Ақырғы уақытларда сезген болсаңыз, мен Instagram тармағында активлік көрсетіп жатырмын. Бұның бірден бір себебі болса, менің декреттегі демалысым болып есептелінеді. Яғни инсан бұл декрет демалысында мәлім дәрежеде жәмиеттен сәл болса да ұзақласып қалады екен. Ане сол босылықты толтыру мақсатында мен виртуал жәмиетпенен араласуды мақсат еттім. Өзімнің де видео түсіруге, лидерлікке деген қызығушылықтарым бар. Осындай рауажланған заманда неге өз қызығушылықтарымды әмелге асырмасқа деп видео түсіруге кірісіп кеттім. Солай етіп, посудаларымды жуып болғаннан соң видеодағы көріп тұрған затларыңызды далаға құяшқа жайып алдым. Кейін Фирдавс менен тал түсте түскі сейілге шықтық. Жақын арада өзі қап-қара тісі аппақ адам көрсеңіз, сол мен боламын. Баламыз менен көшені шарлап, загар алып қайттық. Келе сала Инстаграмда бір көрген видеом ядыма түсіп кетіп, бесігімді қайнаған суменен жуып алдым. Яғни ағаштың бір пітелері болғалықтан бесік шиқылдайды екен. Менің бесігім үсігілері шиқылдап жүрбеді, соның үшін менің құяш барда бесігімді қайнаған суға жуып құяшқа кептіріп алдым. Солай етіп, ештен кеш дегендей обедтен кейін болуына қарамастан үйлерімді тазалауға кірісіп кеттім. Айтқандай, азанда микрлерімді жинап, өзім жуып берейін, саған көмегім болсын деп бір подружкам алып кетіп еді. Сол кірлерімді де бүгін жуып алдым, тәуірақ жеңілік болды. Ол достымның аты болса Чиваки. Рахмет саған, Чиваки достым. Сендей досты еш жерден таба алмасам керек. Сені әкеп берген Айдосқа рахмет. Айтқандай, қазір ораза айы. Көпшілігіңіз тұтық шығарсызлар. Тұтқан оразаларыңыз Алла дәргайында қабыл болсын. Нені ниет еткен болсаңыз, ниетлеріңіз жолдасыңыз болсын. Мен бұл жылы ораза ұслай алмадым. Құдай қаласа келесі жыллары тұтаман. Бірақ балалы боламан дегенге шекем ораза тұтып едім. Бұл Рамазан айы да мұсылманлар үшін үлкен бір байрам айы болып есептелінеді. Бұл айға әммеміз аманлықта, түгеллікте, бекем денсаулықта жетіп жүре бергейміз. Және де айтып өту керек, осы март айындағы өткен һәм кетірген байрамлар бәршемізге құтлы болсын. Солай етіп, үйімді сыпырып болғаннан кейін, поллардың да шаңларын бір қатар жуып шықтым. Полымды жуатығын суыма мен порошок һәм оған қосып, азғантай тұз да қостым. Яғни тұз үйдегі жаман энергияларды алып кетеді екен. Сіздер де осылай істейсіз бе? Сіздер де бұндай гапты естігенсіз бе? Үйлерімді тазалап боламан дегенше кеште болды. Менде кешке бөрек. Менің декреттегі демалысым міне осылай өтіп жатыр. Құрметті декреттегі мамашалар, сіздердің декретіңіз қалай өтіп жатыр? Егер видеом ұнаған болса, қолдап қуатлап кетесіз деген үміттемін. Барша аял қызларға осындай мазмұнлы декрет демалысын тілеп қаламын. Көріскенше!